конференцияға қатысушы ханымдар мен мырзалар, профессорлар, шәкірттер, бүгінгі жиналысымыз, бүгінгі басқосуымыз ұстаздың рухына арналған басқосу. Әбілпейіз ағамызбенен бірқатар жылдар жұмыс жасадық. Менің ұстаздарым ол кісімен қоян қолтық араласып, достық қарым-қатынаста болды. Зейнолла Қабдолов филология факультетінде ыдырысып, Әбілпейіз ағамыз журналистика факультетінде жүргеніне қарамастан, олар өзара өте тығыз достық қарым-қатынаста болды. Бұл кісілердің ұстаздық туралы, балаға білім беру туралы, маман даярлау туралы ұғымдары өте тығыз бірліктер болды, жақын болды. Біздің Зекем ұстаздық ету деген ол өзінің уақытында аямау, баланың уақытын аялау дейді оны. Білім алатын баланың уақытын аялау. Тура осы көзқарасты біздің Әбілпейіз ағамыз да айтып жүр ортасында. Ал енді бұл кісінің лекторлық ұстаздық қызметінің бір қыры біз қазір кейде байқаймыз, кейде байқамаймыз. Журналистика мамандығы деген журнал шығарады, газет шығарады деп қабылдайды көпшілік жүр. Бірақ енді сол журналистикада істейтін жұмысы сол газет шығару болғаннан кейін, журнал шығару болғаннан кейін, бұл мәселенің бүгінмен шешілген барлық қырын жете білу ол міндетті студентке. Әбекең өзі сол баспасөзде бұқаралық ақпарат құралдарында тәжірибе жинап келудағы осы университетте журналистика факультетінде шәкірттерін осы мамандыққа баулыған алдыңғы қатардағы ұстаздардың бірі болды. Бұл кісінің сабағында бүкіл балаға қажетті, білім алушы студенттерге қажетті оқу құралдары, әдістемелі құралдар барлығы дайын тұратын, өзі дайындап. Ал енді дайындап балаларға беріп қана қоймай, сол балалар газетке барып жұмыс жасағанда тілші бола ма, редактор бола ма, бас редактор бола ма, олардың барлығының жұмысы сол газетті дұрыстап шығару, сапалы шығару, тартымды етіп шығару. Ал енді осының жолы қандай дегенде, Әбекең соны қолданбалы жағын маңызды мән аударды. Балаға теориялық білім, бір басқа балаға беретін, студентке беретін теориялық білім, журналистика туралы теориялық білім, бір басқадағы баланы сол журналистік қызметке баулу, қолданбалы мәселелерге үйрету, қолын, бойын, қаламын жазуын, ойлауын үйрету, ол кісінің ең басты талабы болады. Ұстаздыққа қойып отырған. Міне соның нәтижесінде біздің сол кездегі студенттеріміз журналистика факультетін бітірген сол Әбекеңнің тұсындағы студенттеріміз қазір республикамыздың бұқаралық ақпарат құралдарында жетекші қызмет атқарып келе жатыр. Игілікті қызмет атқарып келе жатыр. Баянды қызмет атқарып келе жатыр еліміз үшін. Ал енді Әбекең туралы бір нәрсені айтқым келіп тұр, жаңағыдай ұстаздығы, ғылыми шығармашылығы, редакторлығы, журналистік қызметтерін айта берсе ол көп. Менің алдымда баяндама жасайтын кісі бір шаруалармен қолы тимей келмей қалыпты. Мен ол кісінің айтатын ойларын бәрін әрине айта алмаймын. Бірақ бір мәселені айтқым келеді. Біздің журналистика факультетінде сабақ беріп жүрген бірқатар мұғалімдеріміз болды. Сол мұғалімдердің қатарында мен де болдым. Зейнолла Қабдолов ағамыз әдебиет теориясы деген пәнді оқып деді. Алдында өзі оқыпты, содан кейін маған берді, сен осы журналистика факультетіне барасың, алдымен заочный сырттан оқыту бөлімінде сабақ бересің деді. Сол сабақ беріп жүр, бір күні барып қалсам жаңағыдай. Сабаққа кірейін десем, сабақ аудиторияда басқа біреу сабақ оқып жатыр. Бұл қалай болды? Диспетчері бар. Ол кезде диспетчер деген болатын, бір келін Клара деген келіншегі өте іскер, қазір қайда екенін білмеймін. Сол кісіден сұрасам, бұл қалай десем, бұл солай расписаниеде сол сабақ тұр дейді. Ал біздің сабағымыз қайда? Әдебиеттің теориясы қайда? Ол жоқ дейді. Содан Зекеңге айттым. Зейнолла ағам мына жерде журналистика әдебиеттің теориясын оқымайды екен дейді. Қалай оқымайды?
әдебиеттің теориясын оқымай журналист болуға бола ма екен? Әдебиеттің теориясын оқымай қай бала болып журналист бола алады? Қалайша журналист болуға мүмкін? Деп жаңа телефонмен хабарласып, деканмен сөйлесті, заочный сырттан оқытатын декан басқадағы, күндізгі бөлім деканы басқа еді ол. Сонымен декандар сөйлесті, жаңағыда декандармен сөйлесті, мұғалімдермен сөйлесті, жаңағыда әбекен сөзбен кездесіп қалып, жүз кездесіп қалып, Әбілпайыз, мына сендердің факультеттеріңде әдебиеттің теориясын оқымайтын болыпты ғой. Әдебиеттің теориясын оқымай сендердің балаларың қалай журналист болады? Деп сөздің арасында айтып отыр, әбекен ештеңе деді. Апырай сөйтіп солай бекін деді тақпайды. Бірақ соның артынша әдебиеттің теориясы сабақтың кестесіне қайтадан қосылды. Мен сабағымды бере бастадым жаңағыдай. Сөйтіп әбекен біздің кафедраның жаңағыдай ұстаздарымен бірге әдебиеттің теориясын оқуды журналистика факультетінде ары қарай жалғастыруға себепші болған еді. Осы іс, осы әрекет менің есімнен осы күнге дейін кетпейді. Кетпейтін себебі журналистика факультетінде әдебиет деген сабақ қазір оқылмайды екен. Әдебиеттің теориясы мүлде жоқ ол жерде. Сонда жаңа Зекем айтқан сөз есіме түседі. Әбекем айтып тұрмын, апырай, әдебиеттің теориясын оқымай қалайша журналист болуға болады деген сұрағы. Мен сол кезде сол сұрағына байланысты түсініп ұғым қалыптасып қалды. Апырай, журналистика әдебиеттің теориясын оқымай журналист болу шынында да мүмкін емес қой деп қалдым мен. Сөйтсем ол мен бала кездегі түсінігім екен ғой. Қазір журналистикаға әдебиеттің де керегі жоқ, әдебиеттің теориясының да керегі жоқ. Біздің есімізде әбекеннің елесі, бейнесі қалды. Әдебиет туралы, әдебиеттің теориясы туралы биік көзқарасымен журналистика факультетінің профессоры Әбілпайыз ағамыз біздің көз алдымызда. Біз ол кісінің ұстаздығын, қайраткерлігін, ұйымдастырушылық қызметін еш ұмытпаймыз. Әсіресе адамгершілігін, кісілігін ұмыта алмаймыз, жоғары бағалаймыз. Алла рахмет етсін ағамыздың рухына.